Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге Кәмшат. Бүгін сіздермен дәл осындай етті қажет етпейтін қолжетімді ингредиенттерден тұратын оңай әрі тез орама нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер жусан, 10 жұмыртқа және 1 дана пияз. Алдымен сковородкамызға майымызды құйып, жақсылап қыздырып, пиязымызды қызарғанша қуырып аламыз. Пиязымыз қуырылып болғанша, жусайымызды осылай жіңішкелеп майдалап турап аламыз. Жусайымыздың барлығын турап алдық, дайын болды. Енді қуырылған пиязымызды бөлек ыдысқа салып аламыз. Дәл осы табада май құйып, 10 жұмыртқаны қуыратын боламыз. Жұмыртқамыздың барлығын бірден қуырып алатын боламыз. Жарты ас қасық тұз салсаңыздар болады, немесе артынан барлығын араластыратын кезде салсаңыздар да болады. Жұмыртқамызды араластырып тұрамыз, түбі жабысып қалмас үшін. Жұмыртқамыз толық піскеннен кейін табамыздың астын өшіріп, барлық ингредиенттерді араластыратын боламыз. Алдымен туралған жусайдың үстіне жұмыртқамызды қосамыз ыстықтай күйінде, артынан дайын болған бағанағы пиязымызды қосамыз, қалауыңызша тұз, бұрыш, паприка қоссаңыздар болады. Осыларды алдымен қасықпен жақсылап араластырып аламыз, содан кейін қолымызға перчатка киіп, жақсылап перчаткамен езіп араластырып алыңыздар. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Біздің салмамыз дайын болды. Енді қамырына кірісеміз. Қамырды жақсылап, жұқалап, үлкен қылып жайып аламыз.
Қамырымыз дайын болғаннан кейін осылай екіге бөліп, сұйық майды тамызып, жақсылап қамырдың барлық бұрыш-бұрышына жағып шығамыз. Енді жаңағы дайын болған салмамызды тестамызға салып шығамыз. 5-6 ас қасықтан салсаңыздар жетеді. Соны жан-жағына барлығын жайып шығамыз. Қалған қамырларды да дәл солай жайып, осылай ортасына салмасын салып дайындаймыз. Дайын болған орама нанымызды манты қазанымызға салып, қайнап тұрған судың үстіне буға 20-25 минутқа қоямыз. Міне достар, біздің орама нанымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап, дәмін көріңіздер. Сіздермен бірге болған Кәмшат. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.